Иә, қай болады? Conditional дейтін тақырыптың аты. Conditional sentence. I will come if Yes. you Yes. шақыру деген. Invite. Invite. Yes. Шақыру, invite. Сонда қалай болады? Егер сен шақырсаң. If you. Yes. If you invite. Мен келемін. I will come ба? I come Right. ба? I will. I will come. I will come. Яғни, сен шақырсаң, сен бүгін жалпы осы уақытта, осы шақта сен шақырсаң, мен келемін. Бірақ мен келемін дегенді қалай айтамыз? Болашақта айтамыз. I will come. Әлі болған жоқ ол себебі, окей? Осыны conditional sentence деп атаймыз. Формуласы қалай? Вот if plus present. Яғни осы шақта бұны қалай айтамыз? Условия дейді осыны. Condition. Егер қазір бір нәрсе болса, егер осы шақта бір нәрсе болса, болашақта не болады? Результаты болады. Яғни келесінің результат дейміз. Бұл condition, result. If plus present, сосын future. Understood? Understood. Қалай болады? Егер оларда ақша болса, біз машина сатып аламыз. If they have Yeah. money. Very good. Money. If they have money, we will buy. Right. Car. Yes. We will buy a car. Understood? Understood. Қалай болады? Егер ол бала ақша берсе, ол қыз тамақ пісіреді. If he. Yeah. Егер ол бала ақша берсе. Беру. Қой? Give. If he give money. Қалай болады мына жерде? He, she, it болған кезде. He. Present кезінде. Қалай болады еді? Gives. Gives, right. If he gives money. Ол қыз тамақ пісіреді? She will cook. Yes. She will cook. Understood? Understood. Қиын ба? Қатты емес. Окей. Енді осыны алмастырсақ болады. Яғни, бірінші future'ды, яғни результатты алға жібереміз де, condition'ды артқа жібереміз. Солай істесек болады. Мысалға, қалай болады? Біз үй саламыз, егер ақша тапсақ. We. Үй саламыз. Салу деген build. Қандай сөз болды? Build болды. Сосын не болды? Give. Беру. Сосын invite. Шақыру. Біз үй саламыз, егер ақша тапсақ. We build. Не болады? We болса не қоямыз? We will. Yes. Build. Home. Yes. If. Егер ақша тапсақ? If we. Табу қалай болады? Білмеймін. If we find money. Find ол бізде табу. Find жазып қойсын ба? Yeah. Understood? Find ол бізде табу. Easy? Қалай болады? Менде ақша болса, үй сатып аламын деген қалай болады менде? If I have money. Yes. I will buy home. Yes. Енді қалай айтамыз? Егер менде ақша болғанда, мен үй сатып алар едім дегенді. Егер менде ақша болғанда. I will. Болғанда. Will have. Жаңа айттық, conditional one, ол как opportunity сияқты қолданылады, болашаққа деген бір үміт немесе мүмкіндік сияқты айтамыз. Ал conditional two, біз оны қолданамыз, егер өкінетін болсақ, немесе қиялдаған кезде. Яғни, ол үшін біз не қолданамыз? If plus past болады уже. Окей?
then would plus present. Would-қа қазір тоқталамыз. Мысалға would деген қазақ тіліндегі едім деген сияқты. Мысалға мен барар едім деп қайтамыз. Я бы пошел деген қайтамыз. I would go. Yes, I would went болмайды. I would Go. Understood? Ол қыз сатып алар еді. Қалай болады? She would buy us. She would buy. She would buy. Would-тен кейін всегда бірінші форма тұрады. Әрқашан. Yeah. Осыны жаттап ал. Қалай болады? Олар келер еді. They would come. Yes. Modal verb өтті қой, есіңде ме? Yeah. Дәл сол modal verb-тің түрі болды. Cannot деп айтамыз ғой мысалы. Yeah. Мен жүзе алмаймын. I cannot come. I cannot swim. Мен келмес едім болса, I wouldn't go. Мен бармас едім. I wouldn't I go. wouldn't go. Understood? Understand. I wouldn't say. Мен айтпас едім ғой. I wouldn't say. I wouldn't немесе I would not деуге болады. Мен айтпас едім. Жалпы өте кейін қолданылатын ереженің бірі, сөздің бірі. Мысалы кафелерде осыны қолданады. Yeah. Официанттар. Would you like to have some tea деген сияқты. Would you like to have a cup of coffee деген сияқты. Would ішер ме едіңіз деген сияқты. Немесе как уважительный форма ретінде қолданады, окей? Yeah. Сұрақ болса қалай болады? Сен машина алар ма едің? Would you buy Yes. car? Would you buy a car? Understood? Understand. Easy grammar? Easy. Окей. Қалай болады? Где бы ты жил? Сен қайда тұрар едің? We would Yeah. live You live. live you. Yes. You live. You Where Yeah, would yeah, you live? well, where would you live? Yes, right. Қалай болады? Сен не жер едің? Мысалы, кафеге бардың бір қызбен айтасың сол кезде. Сен не жер едің деген сияқты. What Yes. food would you eat? Right. Understood? Understand. Do you have a question? No question. Енді осыны conditionalға қоятын болсақ, if plus past не үшін тұр? Өйткені бұл өкіну. Бұл немесе өткен шақтағы нәрсеге өкіну, немесе болмаған нәрсеге өкіну. Imagination. Окей? Мысалға, сол үшін past қойып тұр. Бұрын бір нәрсе болды, біз қиялдаймыз соған, басқаша болғанда қалай болатын еді деген сияқты, окей? Мысалға, осындай қалай болады? Менің, егер сен шақырғанда, мен келер едім деген қалай болады? Егер сен шақырғанда, If you invite. шақырғанда. Өткен шақта ол шақырмаған бізді. If you invited. Yes, if you invited. Біз келер едік. Біз. We would. Right. Come. Right. We would come. We would. Understood? Would. Қалай болады? Сен айтпас едің, егер білгенде. Ты бы не говорил, если бы ты знал. Сен айтпас едің. You айтпас едің. Wouldn't. Yes, you wouldn't. Say. Right. Если бы знал. If you. Білу қалай болады? Білу. No. Білгенде деген. If you know it. Екінші формасы if Not. you knew. No, knew деп ауысады. Okay? If you knew. Understood? Understood. Easy grammar. Normal. Яғни мына would-ті мынаған қосып жібердік сол кезде пайда болды. Okay? Осылай алмастырсақ болады. Дәл жаңағыдай. If қосылған past өткен шақ, would қазақ тіліндегі еді, орыс тіліндегі be, оған present қоямыз. Яғни ауыстырамыз кейде. Would-ті алға шығарамыз. Мен барар едім. Егер сен айтқанда, I would go if you said. I would order pizza if I had money деген сияқты, окей? Қалай болады?
егер ақшам болғанда мен мына машинаны алмас едім. Егер ақшам болғанда. If I had money, Yes. I wouldn't Yes. buy car. Yes. This car. Yes, right. I wouldn't buy this car. Өкініп тұр. Көрдің ба? Ақшамыз көбірек болғанда, бұл машина алмас едік. Окей? Қай вот? Ол бала мына үйде тұрмас еді, егер басқа үй болса. If Ол бала мұнда тұрмас еді. he wouldn't live Мұнда тұрмас еді, yes. this. Мұнда. Here. Yes. Wouldn't here. Live here. Егер басқа үй болғанда. If he has Had болғанда, бұрын болғанда. had home. A home. A home. Understood? He Бұл уже негативный вариант. Okay? wouldn't Ол live бармас еді, келмес Here. еді. Мен айтпас едім. if he had a home. You got it? What about the question now? Қалай болады? Сен Оралда тұрар ма едің, егер оқуға түскенде? Сен Оралда тұрар ма едің? Сұрақ болса қалай болады? Тұрар ма едің? Would ба? Yes. Would live. Would you Would you live in here дей салайық? here? If you оқуға түсу, поступить дегенде enroll деп айтамыз. Enroll. If you enroll it. Yes. If you enroll it. To university. To university. Understood? Understand. Немесе ауыстыруға болады. Егер олар шақырмағанда, сен келер ме едің? Егер олар шақырмағанда. If they Шақырмағанда. Олар шақырмады деген қалай болады? Don't invite. Шақырмады. Өткен шақ болса? Didn't Yes. invite. If they didn't invite. Сен келер ме едің? Would Yes. come. Would you? Would you come? Yes. This is question. Түсіндік па енді? Бұл бізде позитивный түрі. If you invited, we would come. Егер сен шақырғанда, біз келер едік. Сосын, немесе you would деп айтсақ болады. Біз, сен айтпас едің, you would not say. Сен айтпас едің, егер сен білгенде. Ты бы не говорил, если ты знал деген шығар. Окей? Ал немесе if I had money, менде ақшам болғанда, мен бұл машина алмас едім деп бастауға болады, окей? Understood? Немесе сұрақ болса, уже would алға шығаруға болады. Would you live here? Сен осында тұрар ма едің? If you enrolled to another university. Сен мұнда тұрар ма едің, егер университетке түскенде. Немесе if алға шығаруға болады сұрақ кезінде. If they didn't invite. Егер олар шақырмағанда. Сен келер ме едің? Would you come? Understood? Understood. Do you have a question? No question. Very good. This is called conditional to. Енді қайтамыз. Қайда сен тұрар едің, егер ақшаң болса? Қайда сен тұрар едің? We would live. We would live. You would you live. if Егер ақшаң болса?
If you had money. Yes. If you had money. Understood? Understand. Осылай where мен қойсақ болады. Бұл үш сұрақ болады уже, окей? Қалай болады? Қашан олар келер еді, егер сен айтсаң, если бы ты говорил им, деген сияқты. When would they come Yes. if you saw? Егер сен айтқанда, if you Saw? said. If you said? Say ауысады, said болады. Say. If you said. If you said. Understood? Understand. Қалай болады? Не сатып алар едің, егер 1 миллион теңгең болса? What would you buy Yeah. if you had 1 million Yes. money? What would you buy If you had 1 million теңге? Understood? Understand. Do you have a question? No question. Окей. Қалай болады? Қандай тамақты сен жер едің, егер вегетарианец болсаң? Қандай Тамақты сен жер едің, егер вегетарианец болсаң? қандай деген қалай еді? Нұсқа. Екі түрі бар what-тың. Біреуі не, біреуі қандай дедік қой. Which па? No, what-тың екі түрі бар. Біреуі не, біреуі қандай. Мынау не болып тұрады? Қандай болу үшін? What food? Yes. What food would you eat Yeah. if you бүйт деген? Қалай айтамыз? If you Быть деген be. Окей? Был болса was немесе were болады. Окей? Быттың үш түрі бар? Үш түрі бар. Am, is, are. Окей? If you are vegetarian болса, егер сен вегетарианец болсаң, if you are, үшеуі қосылып be болып тұр. Окей? Ал өткен жақта if you was немесе if you were деге болады. Were дұрысырақ youға, окей? If you were a vegetarian. Understood? Қай жерін түсінбей қалдым? If you бүйт деген неге? Быть деген be. Бүйт. Просто be, окей? Просто үш түрі бар оның. Am, is, are ол осы шақ кезінде am, is, are. Be деген типа ол be болып сөйлемде қолданыла ма? Көбіне қолданылмайды. Көбіне осы шақ Үшеуінің кезінде біреуі am, is, are болып келеді. Потому что I be teacher демейміз, қалай айтамыз? I am a teacher. You are a student деген сияқты. She is a doctor деген кезде қолданамыз. Ал осы үшеуі қосылып, адамдар түсінбей қалмас үшін бәрін қосып be деп айтады. Быть. Бүйт. Окей? Өткен шағы was, were. Was деген ол тек бір адамға. He, she немесе I. Окей? Ал were ол көп адамға. You, we, they. Understood now? Сұрақ бар ма? Сұрақ. Немесе мысалы қалай болады? Егер сен үйде болсаң, мен келер едім. Егер сен үйде болғанда, мен келер едім. Егер сен үйде болғанда. Если ты был дома. If you was. Were. If we were. If you were. If you were in the home. Yes. Біз келер едік. Would we come? We would come. We would come. Сұрақ емес, просто біз келер едік. We would come. Сұрақ бар ма осы жерде? Жоқ. Easy? Very good. Бұл бізде conditional to. Ал мыналарды to be деп атайды. To be. To be in present, am, is, are. To be in the past, ол was немесе were. Алдағы уақытта to be-ға тағы бір тоқталамыз. To be,